Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы ғимараттарды жобалау кезіндегі адам мен табиғи орта арасындағы қажетті байланыстар. Яғни осы дәріске қойылатын, жалпы қамтылатын сұрақтар: біріншісі өндірістік зияндылық туралы түсініктер, екіншісі өнеркәсіптік ғимараттардың температура және ылғалдылық режимдері туралы түсініктер. Яғни бірінші сұраққа оралатын болсақ, өндірістік зияндылық туралы түсініктер әртүрлі өндірісте адамға, қоршаған ортаға зиянды әсерлер болатыны белгілі. Яғни олардың ішінде ең негізгілерін атап өтетін болсақ, яғни жоғарғы ылғалдылық, жоғарғы дәрежедегі жылу, шаң, газ, түтін, шу шығару, радиациялық зақым беру, жарылғыш қауіпті заттардың бөлінуі және сонымен қатар тағы да басқа әсерлерін, зиянды әсерлерін айтып өтсек болады. Осындай өнеркәсіптік ғимараттарын жобалаған кезде жоғарыда аталып өткен зиянды әсерлердің барынша төмендету жолдарын қарастырған жөн. Ғимарат ішіндегі санитарлық режимін, яғни құрылыс нормаларына сай болу үшін сол өндірістегі инженерлік қондырғыларды жетілдіріп отырған жөн. Зиянды әсерлердің түріне байланысты өнеркәсіптік ғимараттардың көлемдік жобалау шешімдеріне тікелей әсер етіп отырады. Яғни зиянды өндірістік факторларға жіктелуі немесе оларға не жатады? Яғни бірінші психофизиологиялық факторлар, физикалық факторлар, химиялық факторлар, биологиялық факторлар, өндірістік жарақаттанудың қауіптілік факторлары жатады екен. Яғни мысал келтіріп өтетін болсақ, химия өнеркәсібінде, яғни химиялық заттарды өндіретін өнеркәсібінде өндіретін затты шығару кезінде жарылғыш газ бөлінетін болса, онда ол бөлменің ауданы үлкен және желдеткіш жүйелері күшейтілген болу керек. Келесі өндірістік зиянды әсерлер сол ғимараттардың құрылыс конструкциялары да кері әсерін тигізеді. Сондықтан жобалау кезінде құрылыс материалдарын таңдау және бұзылудан қорғайтын іс-шараларды жүргізіп отырулары қажет. Яғни өндірістік уланудың алдын алу шаралары тоқталып кететін болсақ, өндірістік уланудың себептері, яғни алдымен себептерін талқылап алуымыз керек. Өндірістік уланудың себептері технологиялық процестердің, жабдықтардың, санитарлы-техникалық құрылғылардың және жеке қорғаныс құралдарының әртүрлі жетіспеушіліктері, жаңа толық зерттелмеген химиялық заттардың қолданылуы болып табылады. Келесі, өндірістік улануды алдын алудың негізгі бағыттарының өзі бөлінеді екен. Келесі төменде айтылғандай, мысалы, улы заттарды улы емес немесе улылығына аз заттармен алмасуы, химиялық шикізатты және өнімді гигиеналық стандартизациялауы, технологиялық процесті, аппаратураны және жабдықтарды жетілдіру шаралары, ауа алмасу кезіндегі құрылғыларын қолдануы, тыныс алу, көру және тері мүшелерінің жеке қорғаныс құралдары, сонымен қатар санитарлы медициналық шаралар өндірістегі уланудың алдын алудың негізгі бағыттарына жатады екен. Өндірістерде байқалатын жұмыс жағдайлары өндірістік орта факторлеріндегі зияндылық, қауіптілік көрсеткіштері бойынша және еңбек үрдісінің ауырлығы мен жедел тез жұмыс жасауы бойынша, яғни олар 4 классқа бөлінеді. Қолайлы еңбек жағдайлары,
рұқсат етілген еңбек жағдайлары, зиянды еңбек жағдайлары, қауіпті, экстремалды, яғни еңбек жағдайлары болып 4 классқа бөлініп отырады. Келесі сұрағымыз бүгінгі дәрісте қаралатын өндірістік ғимараттардың температура және ылғалдылық режимдері туралы түсініктер. Кейбір өндірістік ғимараттарда шығарылатын өнімнің сапасын сақтау мақсатында температураға және ылғалдылық режимдеріне талаптар қойылып отыру керек. Яғни температуралық режиміне байланысты өнеркәсіптік ғимараттар келесі түрлерге бөліну қажет. Яғни салқын ғимараттарда оларға қоймалар, өндіріс орындары, бұл ғимараттарда жылудың жаңағы қажеттілігі жоқ. Келесі жылытылатын ғимараттар, бұлардың ішінде температурасы 8-25 градус аралығында болу керек. Жылу бөлінетін ғимараттар, жұмыс зонасында ауаның температурасы 18-25 аралығында болу керек. Сонымен қатар ыстық цехтардың жылуы өте көп бөлінетін ғимараттар, жұмыс зонасындағы ауаның температурасы 16-20 градус аралығында болу керек. Ылғалдылық режимдары бойынша ғимараттар, яғни барлығын жіктеп, бөліп, түсіндіріп кеткім келіп отыр. Яғни ылғалдылық режимдері бойынша ғимараттар мынандай түрлерге бөлінеді. Яғни құрғақ ғимараттар ауаның ылғалдылығы бөлмеде 50% кем болу керек. Нормаға сай немесе қалыпты ауаның қалыпты болу үшін ауаның ылғалдылығы 50-60% шамасында болу керек. Келесі ылғалды ауаның ылғалдылығының өзі 61-75% аралығында болу керек. Сулы ылғалдылық 75% құрағаны жөн. Сонымен қатар сәулет құрылыс жобасында қолданылатын ауа температурасының параметрлерінің сипаттамаларына қысқаша тоқталатын болсақ, яғни температура параметрі жылдың айлары бойынша орташа температурасы, яғни температурасының өзінің параметр сипаттамасы температуралық режимді айлар бойынша сипаттаймыз, оның параметр қауіпсіздігін сипаттаймыз. Сонымен қатар қолдану саласы жергілікті климаттық жалпы бағалау, кеңістікті жоспарлау және ғимараттардың құрылымдық шешімдерін таңдау, отын шығынының анықтау, тағы басқа жағдайлар жатады. Келесі температураның параметрі, яғни бір жылда орташа температурамен алғандағы оның параметр сипаттамасы жалпы температуралық режимді сипаттайды. Яғни оның қолдану саласы жергілікті климатты жалпы бағалау, кеңістікті жоспарлау және ғимараттардың құрылымдық шешімдерін таңдау, отын шығынын анықтау және тағы басқа жұмыстар жатады. Сонымен қатар келесі температуралық параметрлерді өтетін болсақ, абсолютті, минималды және максималды температуралар. Олардың параметр сипаттамалары барлық бақылау кезеңіндегі құрылыс алаңындағы ең төменгі және жоғарғы температуралар жатқыза аламыз. Олардың қолдану саласы жобалау кезінде апаттар мен табиғи апаттарды жою кезіндегі шараларды әзірлеу, өте төмен жылы инерцияны бар қоршауға ескеріліп отырады. Сонымен қатар топырақтың қату тереңдігіне ауа температурасының да режиміне тікелей байланысты екен. Қысқаша тоқталатын болсақ, яғни кез келген елді мекеннің жел режимінің желдің жылдамдығы және оның көкжиек бойымен нүктелерімен қайталануымен сипатталады. Бұл шамаларды мәндеріне қарай әдетте жел
желдің соғуы немесе аталатын графиктердің түрінде бейнеленеді екен. Сонымен қатар қысқаша өндірістік уланудың алдын алу шараларын, жаңағы өндірістік уланудың себептері, технологиялық процесстердің, жабдықтардың, санитар-техникалық құрылғылары және жеке қорғаныс құралдарының әртүрлі жаңағы жетіспеушіліктері, жаңа толық зерттелмеген химиялық заттардың қолданылуы болып табылады екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.